2008 жылы шындық сәті шоу эфирге шықты. Жүргізуші қатысушыларға өтірік детектор арқылы сұрақтар қояды. Егер олар дұрыс жауап берсе, ақшалай сыйлыққа ие болады. Бірақ 17 ақпанда бүкіл отбасын тікелей эфирде қиратқан эпизод көрсетілді. Сіз оны міндетті түрде көруіңіз керек. Қатысушы 26 жастағы шаштараз көмекшісі Лорен Клири болды. Ол шоуды отбасымен, соның ішінде полиция қызметкері Кью Фрэнкпен бірге қабылдады. Барлығы салыстырмалы түрде жақсы болып жатты. Лорен қарапайым сұрақтарға салыстырмалы түрде оңай жауап беріп, ойынды жалғастырды. Бірақ 13-ші сұрақта күтпеген нәрсе болды. Сіз бойдақ болып көріну үшін неке жүзігіңізді шешіп көрдіңіз бе? Және қысқа ойланған сәттен кейін ол иә деп жауап берді. Сіз үйлену күніңізде бұрынғы жігітіңізге ғашық бола алатыныңызға сенесіз бе? Осы кезде қыздың әпкесі шиеленісті үнсіздікке шыдай алмай сұрақты өткізіп жіберу түймесін басады. Бірақ ол жағдайды одан сайын ушықтырғанын әлі білмейді. Келесі сұрақ. Лореннің бұрынғы жігіті студияға одан да сорақы сұрақ қою үшін кіреді. Оның жауабы оған $100,000 дейін көтереді. Сен мені, сенің үйленуің керек адам деп ойлайсың ба? Егер мен сенімен қайтадан бірге болғым келсе, күйеуінен кетер ме едің? Ыңғайсыз үнсіздіктен және отбасына қарағаннан кейін ол иә деп жауап береді. Бұл жауап Фрэнкті соншалықты қатты күйзеліске ұшыратады. Тіпті әйелдің әкесі де оның қолынан ұстайды. Келесі сұрақ. Некеде болған кезде күйеуінен басқа біреумен жақын қарым-қатынаста болдыңыз ба? Тағы да жауап иә. Бұл жолы тіпті анасы да таң қалды. Фрэнктің сезімдерін айтпағанда. Осы сұрақтардың барлығынан бұрын оған ақшаны алып, енді ойнамауды ұсынды. Бірақ ол бас тартты. Соңғы сұраққа жеткенше ойнай берді. Сен өзіңді жақсы адам деп ойлайсың ба? Ол иә деп жауап бергенде қызыл шам жыпылықтап, барлық ақшасы жанып кетті. Бейнеролик ұнаса лайк басып, парақшаға тіркеліңіз.